Değil baba? Seviyesizliği. Hazır kaysa bak. Hangisi? Otura koyayım. Yürüye bana takma verebilirsin ki baba. Yürüye takma. Hadi takma verebilirsin. Bakalım. Komşu var mı? Niye yazdın? Olay okunuyorsa basta. Bugünkü sabahımızda жақсы көңіл баста. Biz 4 dakikadan otururuz değil, toktun eriyeceksin ballar, biliriz. Her sabahta biz toğun eriyeceksin, kaydıyız onu, saatlerde gizlikle, tüylütürle bir şeyde raksamız, birbirimizi, mendiyet tuturken birbirimizi. Yani birbirimizge tüylü koşuyoruz diye cevapsı. Olay boyutunda sıramallar, bugünkü tartışmalar жаңа top boyunca verildi. Жаңа 4 dakika bölüp otururuz değil. Енді балалар қараңдар. Енді бірінші тапсырма бойынша бірінші 4 топқа 4 тапсырма берілген. Бірінші топқа әңгіменің басты кейіпкері кім? Үйге қандай тапсырма берілген? Білесіңдер ме? Үшінші топтың, төртінші топтың не? Жаңа тапсырмалар. Кәнекей, дайындаламыз. Әлем бірлесіп топ берілген. Тапсырманы қарайған işte бірінші тапсырма, жаңағы безген тапсырма. Одан мен сендерге балалар бағалау парағы берілген не? Жаңағы бес тапсырма бойынша бағалау парағы берілген, осы бағалау парағы бойынша өздеріңді бағалап отырасыңдар. Түсінікті ғой? Міндетті оқу, жаңағы сабақ аяқтаған кезде сол оқу, жаңағы бағалау парағы бойынша сендерді не істеймін бана? Бағалаймыз сендерді бағалап. Таңертең қайта отырайын. Айта ғой. Неге басты кейіпкер қожа береді? Үйге тапсырмаға Александр Сергеевич Пушкиннің «Қысты кеші» деген өлеңді жаттап беріп береді. Әңгімеде жаңағы қожа. Сонда үйге Пушкиннің қандай өлеңі? Александр Сергеевич Пушкиннің «Қысты кеші». Қысқы кеш өлеңін оқып береді. Жақсы. Екінші топтан екен. Екінші топ тапсырмасы бойынша. Кәнекей. Қаның ендігі барымыздың арқаның қойра өне болды. Шіркінай сол сұңғылап қоя берсе жаным қалар еді ау. Келесі жолы қысқа кешіп қатырып баттап келіп бірінші болып айтар еді. Әне мұғалімдер бөлмесінің есігі ашылғандай болды. Дәу де болмаса да бұл шыққан кезекші әйел жұдырықтай ғана сүйкімді сары жез қойнаған соның қолында қазіргі сыңғылап қоя береді. Жоқ, бұл шыққан кезекші емес көрмеді. Басқа біреу болды. Япырай, 45 минут уақыт ендігі өтсе керек еді ғой. Бұл мұнша не болып солдық кетті? Әңгімеде қожаның қай жерде оқыды? Түшкі ойын оқыды. Айта бердер кетмейді. Мәселен Мақалова тізімнің басына төмен қарай қуалап сұрайды. Онысы біз үшін рақат. Өзіне дейін неше оқушы қалған? Сенен қашан сұрау мүмкін екенін біліп отырасың. Ал Афиса Михайловна үйтпейді. Алфавитті қуаламай, тәртіпті сақтамай сұрайды. Қазір тізімнің басындағы біреуді атаса, одан зор сұңғы жағына біреуді атайды.
Бүгін сұраған адамнан ертең тағы да сұрауы мүмкін. Қысқасы, ол кімнен сұрағысы келсе, содан сұрайды. Өзі кейбірін көне ілгері аңдау мүмкін емес. Екі топ берген тапсырманы орындадыңыздар ғой, иә? Үшінші топ дайынсыздар. Үшінші топ берген тапсырма бойынша Шіркін-ай, адам өміріне сипаттау айтуға ділі жетпейтін неше алуан бақытты минуттар бола береді-ау. Шәңгәрсен көңіл солтығы. Мен осы сәтті бастап кештім. Мен ләп деп үйренімше дәлізіп қоңырау шыққан үстіне сындырылап қоя бердім. Келесі тапсырма оқи беріңіздер. Бұдан былай мұндай қылығыңды маған көрсетпейтін бол. Білсем білемін деп, білмесем білмеймін деп, шыныңды айт. Келесі қайтатын, төртінші топтың қандай таңы? Жаңағы қожамен жандасқан мінездеме бере отырып, олардың жаңағы ұқсастықтарынан дейді. Яғни біз не істейміз балалар? Ең арамызсыз байысыңдар. Тоғыры? Söyleyip de bayılsın. Ancak kışkıdır. Kışkıdır öyle. Söyleyip var. Hoca mı? Hani kalbi? Hani hoca ol akıllı. Her bir aşağı. Her bir aşağı mı? Evet. Öyleyse kısaltacağız orayı. Gelesi. Söyleyip bir adamız. Lantas. Lantas kanday? Lantas satıyor. Lantas. Ye? Lantas oku. Su. Tertipte. Yazılır. Hani vakit ama yazılır. Kargandık. Lantas kağıt takatlar. Oğlum, niye de o ekibin uçsasın kanday? Oksastағы екеуі бір сыныпта оқиды. İki besini satıyor ki ne? Var mı uçsasın? Cadı bir ayağını cadı bir şey. Nereden de uçsasın? Kralın balası. Bravo, bir kıskaçın yazısı bu. Var mı basına uçsasın? Sınıftas. Sınıftas. Yani basında ne demek? Bir sınıfta оқиды. Çok iyi, ne canım, uçsasın neyin basına kadar gideceğiz? Ұқсастықтары бір сыныпта оқиды. Bir sınıfta okudu, iki sınıfta okudu. Uçsasın. Жабарды жақсы ұнатады. İki yüzü nasıl görüyordu bu? Иә. Жақсы. İki yüzü cana деген kızlar жақсы görüyordu. Жақсы görüyordu. Tabi var mı? Hani var mı tabi? Olay болып тұрса балалар. Жаңағы қожа мен жантастың үшінші тобы.
Қандай екеуінің бір-бірінен айырмашылығы, одан кейін мына төртінші топ одан кейін немесі деп ұқсастықтар иә, сөзімді айтып қорытындылап айтып жаңа төртінші топ өзі қорытындылай келе Вен диаграммасы бойынша жалғыз пен қожаға не істедіңдер? Бұл менің атым қожа деген тақырыпты қорытындылай отырып, қожаға және жалғызға Вен диаграммасын құрдық. Сонда қожа ақ көңіл тәртіпті нашар болып шықты, ал жартас қу тәртіпті тәкаппар болып шықты. Ал ұқсастықтары бір сыныпта оқиды, бір ауылда тұрады, Жанарды жақсы көреді. Жанар деген жақсы. Келісесіңдер ме балалар? Отыра қойыңдар. Енді қазір дұрыс бете көреді. Қожа ақ көңіл дейді, ұзық, аңқау, тәртібі нашар, қандай екен? Мақтаншақ екен, жансыз қандай болып шықты? Тәртіпті, тәкаппар, өзімші болды. Ауылдың баласы дейді, оқушы бір сыныпта оқиды, біз жаңа төртінші топтың орындаған тапсырмаларын жаңағы өзіміз дұрыс айтасыңдар, жақсы, келесі. Балалар, мен төрт топқа төрт тапсырма. Өздеріңіз бірінші топ жаңа өздерің не істемей түсіндірші, үстіне мен анықтайтын, екінші топ оның ішкі құрылыс туралы айтасыңдар. Үшінші топ оны қайда, не үшін қолданады? Бұл аспапты қайдан білеміз? Ойланып, өздерің еске түсіріңдер. Өздерің. Оны сендер біледі ғой деп ойлаймын. Төрт тапсырма, шапсырып топқа да берілген тапсырма, бұрыннан таныс деп ойлаймын. Aynısında. Birinci top aynısında. Сонда немен астайды екен? Я тұспаған, яғни облыста тұспаған деп айтамыз, иә? Дұрыс айтасыз? Жақсы, отыра ғой. Ең оның шықырылысы тұра біледі екен кән? Екінші топ кәнекей кім айтады? Екінші топ? Айта ғой? Екеуі? Кішкене дөңгелек қобдишаның ішінде екі ұшы бар. Екі ұшы бар? Содан кейін? Иненің үстінде орналасқандай болат тілі бар екен, е? Біз өткен еске түсіресіңіз балдар. Жақсы. Келесі үшінші топ. Айдадан. Ол қайда? Не үшін қолданшы? Ол адамдар адасқанында қолданады. Адаспау үшін. Қайда қолданады екен? Қайда қолданады? Қанекей? Қайда қолданады? Саяхатқа шыққанда. Саяхатқа шыққанда, тағы қайда шыққанда мысалы? Орманның айдадан кім толықтырып жүреді кәнекей? Әне? Оны біз орманға шыққанда, анаулауға немесе саяхатқа тауға шыққанда қолданамыз. Жақсы. Төртінші топ, бұл топты қайда, біз олар топты қайда білеміз? Осы айтып отырған аспапты көптерді. Қайда білеміз, Елжан? Айтыңызшы. Біз оны өнер сабағына да өткенбіз. Оны мұғалім түсіндірген. Ол үнемі біз адаспаймыз. Онда төрт ұшы бар. Оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс. Дұрыс айтады. Дұрыс айтады балалар. Бағана барлықтарын айтып тұрған бұл қандай аспап болды балалар? Яғни тұспардан деп айтамыз. Қазір тұспардан деп айтамыз.
Olay болмаса балалар, сендер жаңа неше топқа бөліп отырсыңдар? Осы жаңағы компас көрсетілген тұстардағы 4 бағытқа байланысты мына өздерінің ардарында тұрған қараңызшы, осы 4 тұсқа байланысты неге бөліп отырсыңдар дегенсіз? Топқа бөліп. Қандай топ? Көрсете қойыңдар. Оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс деп сендерді мен неше топқа бөліп, сендер өздері неше топқа бөліп отырсыңдар? 4 топқа өздерінің қалаулары бойынша 4 топқа бөліп отырсыңдар. Яғни бүгінгі оқыту, енді осы компасты балалар, компастың қандай түрлері қандай болды? Магниттік компас деп болады екен. Механикалық компас, одан кейін радио компас, сонымен қатар астро компас деген болады екен. Кейін тереңірек осы компастар туралы оқи таныса білесіздер. Олар құрылысы тағы. Жалпы сонда біздің жаңағы оқыту. Бүгінгі оқыту тақырыбымыз сонда не туралы екен? Компас туралы. Жақсы. Осы компас туралы жазған, осыларда біздер жаңағы тағы қандай әңгіме оқыдық жаңа айтыңыздар? Бердібек Соқпақбаевтың менің атым Қожа деген әңгіме оқыдық. Жаңа оны жазып тағы Бердібек Соқпақбаев деген ата-анасы келді. Енді бүгінгі жаңа компас әңгімесінде жазған осы Бердібек Соқпақбаев аталарын екен. Өткен жолдарыңыз өткен жаңағы туралы Алматы облысының Райымбек ауданында дүниеге келген екен. Қазақтың көрнекті балалар жазушысы, оның чемпион, менің атым Қожа, Желсен, Жетпе-жет кітаптарын жаңағы осындай шығармаларды оқиды. Біз енді өсің алдында тақырып жаңа өткен менің атым Қожа. Сонымен қатар менің атым Қожаның тағы оның кинофильмді көргесінде ол кинофильм 1967 жылы шыққан екен. Халықаралық фестивальда атаулы сыйлыққа ие болған екен. Енді бұл Бердібек Соқпақбаевтың сонымен қатар өздері кітапханадан алып оқып ішсіңдер ме? Қандай әңгімелерін оқыңдар мысалы? Жекпе-жектің әңгімесін оқыңдар ма? Оқыңдар, сендерге бұрыннан таныс. Менің атым деген Қожа деген әңгімені оқыдық. Жалпы бұл кітапта қысқаша берілген, алдағы уақытта журналистикаға барғанда менің атым Қожа атты кітабын, әңгімесін, шығармасын тереңірек оқисыңдар. Түсінікті ғой? Жақсы, олай болса. Енді бүгін оқитын тақырыбымыз компас. Енді бәріміз мәтінді оқиық, толық оқимыз, іштей оқимыз. Көне өзіміз жаңағы өздерінің оққандарын тақырып, іштей оқимыз тақырыпты. Бүгінгі оқитын тақырыбымыз компасты іштей оқимыз. Şunu okuyunuz. Düşünüksüz sözler olsa vallahi Türk bağlasınlar. Kaç söz düşünüksüz? Bana bir söz görüyoruz size. Okuttular mı diye? Sınıftı mı? Yani ki her toptan bir okuşu, cennet özüm döndeki bölümde koy. Döndeki bölümde ne? Olay boşluğu döndeki boyunca dört top, dört cennet döndeki boyunca annenin mazlum ayrışığında. Бердібек Соқпақбаев компас. Қанат
әкесі ауданға барғанға Қанатқа сыйлыққа компас әкеліп береді. Ол компастың көлемі қалта сағаттай екен. Сырты қара, ішінде қара тілі бар. Оны қалай айналдырса да, оның түсі солтүстікке қарайды. Ол оны рас па, рас емес пе дегенде өзіне өзі сенбейді. Достарына көрсетуге асығады. Өйткені бұндай компастарды алу өте қиын. Ол мектептерде ғана бар, ал мектепте оны мұғалімдер жайдан-жай қолына бере салмайды. Ол достарынан келеді. Достары ойнап жатқан жеріне өзіне назар аудартады. Олар бәрі оған қызығады. Одан сұрайды. Оны ұстап көруге бола ма дейді? Жоқ, оны ұстауға болмайды, бұл бағалы зат дейді. Бәрі боданның артынан қайталап, бере тұршы дейді. Жарайды. Бірді ұстауға болатын шығар, көріңдер дейді. Бірінші мен өзімнің ең жақын досым боданнан бастаймын дейді. Бодан оған қарап, қайта береді. Ол өзін басқалардан артық сияқты сезінді. Бодан келе жатып, бодан сұрайды. Компасына қанша аласың дейді. Жоқ, бұл компасқа тұрмайды дейді. Ал мен саған сенің күн тартқыш құралыңды берсемші дейді. Жоқ, мен саған бере тұршы деген кезде, сен маған бере бердің, енді өзіңе қалды деді. Бодан өзінің бермегеніне өкініп қалды. Ары жалғастыра ма? Балалар шумақ болып жинап жатқан кезде Қанаттың қалтасынан компас түсіп қалады. Оны боданнан басқа ешкім көрмеген еді. Балалар шығуынан кейін тоғайға бүлдірген жерде бармақшы болды. Жоқ, мен бармаймын, аяғыма шірге кіріп кетеді деді бодан. Оны ешкім ұстамады. Ол қыстаққа бара жатыр еді. Қайта артына ұрып өзіне қарай берді. Балалардың қарасы тоғайға болған еді. Ол жүгіріп барып көмісті. Ал қолынан қалтасына сүртіп жібереді. Енді балалар түгел жиналып қыстаққа барады. Бодан ішінен енді не істеймін? Ешкімге көрсетуге болмайды. Егер біреуге айтсам, ұры атанамын ғой дейді. Және оның есіне әкесінің қатал мінезі түсті. Егер ол біліп қойса, аспанымды тастаудан қимайтын адам еді. Және ол боданға әр күнінде ешкімнен ала жүгін аттама деп айтады. Сөйтіп бодан ойлады ішінен. Біреуге көрсетсем, басыма қатер төнер, әлде мен оны тығып жүре берейін деді. Ол жүре берді. Содан кейін жүріп келе жатып, басынан қайта-қайта ұры деген сөздер естілді. Ол өзін жоқ, мен ұры емеспін, жерге құлаған затты қолмен алдым деп өзін ақтады, бірақ өзі бұл сөздер жалған екенін білді. Қарай, жалғастыра. Тыңдап отырсыңдар ғой балалар, иә? Осы жаңа тапсырма ғой, тақырып бойынша тапсырма орындаймыз.
одан су бойымен келе жатып, мына компасты суға лақтырайын ба, кім біліп жатыр. Бірақ та содан мен ол осындай әдемі затты осыға қиылысып келмеді. Қайратқа қайтарып берсем, ол мені ұры дейді. Өйткені мен суға бара жатқан кезде оған компасымды сатшы деген ол үйіне көңіл күй түсіп келеді. Ол кірген кезде анасы оған айтады, неге көңілің түсіп жүрсің, жерің ауырмады ма? Иә, ауырады. Қай жерің үшін қалай ауырды? Қатты ауырды. Мына жерім ауырды. Міне басымды дейді. Ол ертелеп оның алып жарасын өзін әкетпей келеді. Аға, сен қайда бардың? Дейді. Мен тойға бардым. Маған бүлдірген алып келдің бе? Жоқ, алып келген жоқпын. Мен тек қана суға бардым. Шомылып келдім. Мына қалтаңда тоқылып тұрған не дейді? Бұл ешкімге емес, алдайсың. Бұл астық деді одан. Жоқ, астық емес, ол домалақ болмайды. Бұл бір домалақ нәрсе дейді. Сонда одан денесі қатты мұздап кетеді. Мәкетай оны алға жатқан кезде ол кетеді. Бұл ешкімге емес деп далаға қашып кетеді. Агонисин жауап берді. Үшінші төртінші Сосын ол өзім аулаққа кетейін дейді. Содан соң ол анау жардың басына компасты барып, құстың ұясына барып, компасты тығайын. Әлде ол ой маған келмейді, сондықтан су жағасына қайтадан келеді. Не істеймін деп ойланып миы қатады. Содан соң ол балалардың бүлдіргенге келе жатқанын дауыстары естілді. Сонда ол не істеймін деп қол кетті. Содан соң ол сол компасты балалар келе жатты. Оның басында ең бірінші қарап келе жатты. Қасында балалар абыл-гүпіл бірнеңелерін айтып, қанатқа бірнеңелерін айтып келе жатты. Сонан соң ол не істеймін деп суға компасын лақтырып кетті. Лақтырып тастады. Сонан соң ол лақтырғаннан кейін ол компасқа лақтырды. Сол кезде ол өзінің жүрегінде лақтырғандай болды. Сонан соң ол күнге шағылысқан компас жалтырап қоя берді. Балалар түсінікті ме? Төрт топ жаңағы компас әңгімесін өздерің оқи отырып, мазмұнын ол қалай шықты деп ойлайды. Түсінікті ғой? Олай отырса, осы әңгімені сендерге балалар жаңағы ендігі біз кішкентай бірақ демалып алайын, тегіп түсіріп жүрміз. Кәнеке орнымызда тұрайық. Бастаймыз. Бүгінгі күнді жазайық, бүгінде тоқтаның 14-ті. Тақырыпты жазайық. Сөзді жазайық салмақ. Яғни компас деген не болды? Стандарт, стратегия дегеніміз. Шақ, ынтызары. Жаңа сендер өздері сыртпан стратегиясы бойынша осы сөздер түртіп алыңдар ғой, қандашпен. Қандай сөз түртіп алыңдар? Иә, самарқау, қандай сөздер таңдар? Иә, ынтызары. Күнделікті өзіміз сабақта жаңағы түртіп алу стратегиясы бойынша белгісіз сөздерді қандашпен түртіп аламыз. Одан кейін сөз
Сөздер бойынша не жасаймыз бала? Сөздік жұмыстарын жасаймыз, иә? Жаза қойыңдар. Олыңдар ғой, иә? Иә. Жақсы. Олай болып тұрса, енді оқулықпен жұмыс жасап қалыңдар. Келесі тапсырма, үшінші тапсырма бойынша жұмыс жасап отырмыз. Бағалау баратын өздеріңіз балалар бағалап отырасыздар, иә? Міне, бірінші топтың тапсырмасы. Оданның оятпасы деген атқа сәйкес келетін мүсінді оқу. Екінші топ әңгіме табиғат көріністері. Үшінші топ тапсырма. Бірінші топ айтпады. Айтады. Қатты оқимыз. Одан санатқа басып, қыстаққа қарай келе жатыр. Ұры көзбен артына әлсін бұрылып қарап қояды. Балалардың қарасы тоғайға батып көрінбей кеткен кезде ол кілт тоқтады. Келесі. Тағы біраз тосып тұрды да содан соң кейін қарай тұрады. Әлгіндегі өзгесі суға шомылған жерге жүгіріп келіп, шөптің арасында көрінер болып шоқтырақ жатқан компасты іліп алды да шалбарының қалтасына сүңгіп түсірді. Одан жетіп келе жатты. Қолында компас. Әлгінде оны ұстап қойып бәлкім болса, әлгін өз билігіне бәлем қанат. Сат дегеніне соқтан қойып еді. Енді қатер етеді. Бір кезде боя одан көкірегінен біреу түйіп қалғандай олды ұстақтады. Жақсы отыра ғой. Келесі, екінші топ. Екінші топ тапсырмалар өткен. Әңгімеде табиғаттың көріністерін суреттейтін жолдар табу. Қайсысыңдар? Расул. Күнгі өтесі табиғаттың көріністері табу. Түсініп? Табиғаттың көріністері. Кәне кем отыр. Кәне кем отыр табиғаттың көріністері. Амин. Iya. Kan yang kayak kan? Öyle aldım, hazırda olsan. Sırtında, ondan sonra korkmaysa, Birisi üçüncü top. Hatta hazırı. Üçüncüde fazlaca madde. Kara. Sonra elini soğuk. Tüllü kara boyalı ışık kalır ve aynalı tükesin ki kalıplardan ışık Sıra diye. Dersi. Yeni çıkarması topsuna oldu. Çıkarması topsuna. Çıkarması topsuna. Hemen de topsuna oldu. Ben çıktım. Bir yıl böyle bulaştı. Tanıttım. 74'te. Ermeni sorunun bölümüne bu kıyam oldu. Vallahi. Odan kaçacağını 3. Ermeni'nin kalay ayakları yedirildi. Sanki. Ben çıktım. Say mısınız? Hadi bak. Ben çıktım. Ne isteyin gerek? Hadi bak. Bir çıkan ölümler. Sana kadar. Kanatta da kompas koşusu olursa
бөлісіп қызығым болса, мен серпіліп алдымды қоямын. Ayollar. Adası bilgi kimsin, takdirsin ne bulan, faydalardan kimsin, bağıtınızı ben taşıcı, sıfaklar деген bilmiyorum. Жақсы, тағы да тоқтамса, өздері қатты қандаттан ма? Алайтыңыз, еркем ма? Қатты қалай? Көзі қыздар бұдан ал, бүлдірдің ғой қонбасты. Не қызып көрдің бұдан ал, ендеттің ғой көрдіңізді. Қайдаламайық болысты. Жақсы, жақсы. Амир? Модан шықты далаға, сызға қарады қонбасты, тауып алды қонбасты, қақтары суға қонбасты. Одан оға дөрдіңді жүрегі лақтырып қойғандай. Жақсы. Бұдан мен жаңа олар. Қатты оқысайшы. Бұдан білген жаңа олар жақсы болмақ. Енді алдаймын деп өз алдарын жолдан қалмасын. Жақсы, жалғыз сен айтамын. Жаман жаққа жасап, жақсы жаққа шындырды. Жақсы Үшінші сөйлемесін. болсын десін, жақсы жаққа болсын, жаман жақсы болсын. Мен неден оқу керек? Жалғыз. Андардан оқыңдар ма балдар? Жалғасын өлің оқыңдар ма? Жоқ, оққан жоқпыз ешқандай. Олай оқуға болады. Мен неден оқу керек? Жалғыз. Тағы ма? Кім? Шерхан? Ақылсыз бодан ақыма, қайратын затын ұлаған, онсыз да онымен қоймады, суға лақтырып, оң бұзды, қанатын мәлімін сыйлаған. Жақсы, тағы да кім айтыр? Диана? Оқиды? Жақсы, келесің. Тапсырма қандай еді? Мен сол жерінде қалай керек болды? Оданға хат жазып еді. Кім жазып оданға? Оданға хат кім жазып? Кім жазып оданға? Одан не істеді жаңа? Кім жазып? Оданға хатты жазып ма оданға? Нұрдан айтшы. Неменесін жазып оданға? Хат. Сәлем моданның сен Хатты оқышы сен. сәлем моданның сені маған қылығың ұнамады. Өйткені сен біреуге сыйлаған затын алып оған қайтармады. Айла? Сәлем модан. Сен қанатқа ең бағалы сыйлаған әкесінің сыйлығын ұрлап кеттің. Онымен қоймай оны өзіңге лақтырып жүр. Сенің сіздің жақпайын. Олай болса балалар, біз жаңағы боданды десе бәсемейді. Келесі, жаманаттың аяғынан деген қандай осы мақалды? Толықтар кәлеті кім айтады? Диана? Жаманаттың аяғыма келені өз дұрысына алдамай, сондықтан Ержан қыз Диана сіз сабақ, иә? Бодан Отыр. Бүгін сабаққа дайындалып, бүгінгі сабаққа қатыспай отыр. Ержан қыз Диана сабаққа бүгін қатысқан жоқ, иә? Начар дайындалып отырсыз сабаққа. Ержан қыз Диана. Олай болуға болмайды, солай емес пе? Дайындалып. Енді олай болып тұрса, балалар, бүгінгі сабағымызда рефлексия бойынша үйренгенін келгенін. Қазір тоқ етіп кім айтады? Осы жаңағы рефлексия бойынша өздерін ойлап жүрді. Білгенін, үйренгенін. Кім айтады кәнекей? Не үйрендің? Не білгендің? Не білдің? Айта қойшы білгеніңді. Жалғас қатып сөйледі. Білгенін? Бүгін менің білгенім адамның өз затын ұрламау керек екенін білдірді. Өз затын емес, біреудің затын, өз затын. Біреудің затын ұрламау керек екенін білдірді. Тағы да кім айтады? Ал үйренгенің. Не үйрендің? Амин? Қатып сөйлеміз? Мен бұл әңгімеге компас не екенін, компасты неге пайдаланатынын үйрендім. Солай үйрендіңдер ме? Біреудің? Біреудің ала жүгін аттауға болмайтын
өтірік айтуға болмайтын, және ұрлық жасауға болмайтын үйренді. Жақсы. Ал не үйрену керек? Аялап не үйрену керек? Осы Хатта оқиыншы. Керемет қараймыз. осы әрекеттен үйренгім келгені, осы әрекеттен үйренгім келгені, компастың тағы қандай түрлері болады? Тағыда не үйренгілерің келеді екен? Не үйрену керек? Тағыда не үйренгілерің келеді? Танис, не білгілерің келеді, не? Мен алдағы уақыттарда компастарды қалай жасайтынын үйренгім келеді. Айтайын, Нұрбай. Менің үйренгім келгені ол Бердібек Соқпақбаевтың тағы да алдағы уақытта басқа да мәтіндерін оқығым келеді. Анда бағалы паралықтарына қарап өттім балдар, иә? Әжеғына 3, Әсібек Малина 4, Айзада 3, Бақбек Малина 4, Бауыржан Елдің 3, Болатбек Шерхан 3, Дәулетбек Тамирский 3, Ержан Зүзияна Нашар, Қадырбек Вамирға 4, Хамзан Нұрасылға 4, Қорабай 4, Қуан Сүндербислам 3, Азархан Нұрматоваға 4, Нұрғали Бәлден сабаққа қатысқан жоқпын, Жалғасқа 3, Оралбек Белді 3, Тұрсынбай Сұлтан 3. Жақсы. Шаңғабек өте сабаққа қатысқан жоқпын.